Айтыңыздар оқушылар, осы супер қахраманды адамдар қандай қасиет үшін жақсы көреді? Себебі ол адамдарға көмектеседі. Ол қарапайым халықты қорғайды. Жерін қорғайды. Елдегі мәселелерді шешеді. Я, дұрыс айтасыңдар. Демек, еліміздегі мәселелерді шешіп, сендер де қаһарман бола аласыңдар. Демек, еліміздегі мәселелерді шешіп, сендер де қаһарман бола аласыңдар. Дүниежүзілік су ресурстар институтының зерттеуі бойынша Қазақстан су дефициті бар екені анықталған. Әсіресе, соңғы жылдары Қазақстанның оңтүстігінде Сырдария мен Әмудария суларының қатты тартылуы байқалған. Мысалы, 2021 жылмен салыстырғанда Сырдария өзеніндегі су көлемі 2024 жылы 15-20%-ға төмендеген. Ауыл шаруашылығында су тұтыну 2021 жылы сәйкесінше 62% болса, 2024 жылы шамамен 75%-ға жеткен. Себебі егін егу көлемі ұлғайып, су көп қажет ететін дақылдарды өсіру арта түсті. Оның ішінде әсіресе мақта, күріш, жүгері, қарбыз және қияр өнімдері суды көп пайдаланады. Сондай-ақ, Түркістан облысы егін шаруашылығы көлемі бойынша елімізде ең жоғары көрсеткішті көрсетуде. Соңғы жылдары орташа жылдық температураның шамамен 1-2 градусқа жоғарылауымен климаттың өзгерісі байқалды. Жауын-шашын мөлшері де сәйкесінше азайған. Бұл өңірде құрғақшылық пен буланудың артуына келіп, судың азаюына себеп болды. Ғалымдардың айтуынша, соңғы 40 жылда жер бетіндегі ауыз су көлемі 60%-ға азайған. Ал 2030 жылға қарай еліміздің 40%-ға жуығы сапалы ауыз суға қол жеткізе алмайды деген мәліметтер бар. Таза су бұл сарқылатын ресурс. Оны дұрыс пайдалануды өзімізден бастауымыз қажет. Себебі судың да сұрауы бар.